Сәлеметсіздер ме? Біз Алматы қаласы Алатау ауданы номері 26 жалпы білім беретін мектептің 8-ші Ә сынып оқушылары Нұрлыбекқызы Нұрзатжан және Насухан Нұрай. Жоба жетекшілеріміз Жанабаева Ақбөпе және Тасқожаева Нұрзат. Зерттелетін жұмысымыздың тақырыбы фильмдер арқылы ағылшын тілін меңгеру. Мақсатымыз мектепте ағылшын тілін үйренуге арналған фильмдер мен телешоуларды іріктеу. Тапсырмалар: ағылшын тілін үйренуге қолайлы фильмдер мен телешоуларды қарау және тізім жасау. Сыныптастар арасында зерттеу тақырыбы бойынша сауалнамалар құрастыру және оны жасау. Сауалнама нәтижелері бойынша талдау жасау және қорытынды жасау. Жұмыс барысында зерттеудің төмендегідей эксперименттік тәсілдері қолданылды. Осы тақырып жайлы әдебиеттер, газет, журналдарды оқу, сауалнама, сұхбат, бақылау, тәжірибелік зерттеу әдісі. Негізгі бөлім: фильмдер мен телехикаялар арқылы шет тілін үйренудің негізгі факторлары. Сіз бір уақытта үйренесіз және көңілді жүресіз. Сіз таңдаулы және түсіну дағдыларын дамытасыз. Сіз сөздік құрылымды арттырасыз. Фразалар мен етістіктер мен жаргондарды үйренесіз. Сіз табиғи сөйлеуді үйренесіз. Ана тілінде сөйлеушілердің әсерін түсінуді үйренесіз. Сіз басқа мәдениеттің ерекшеліктерін зерттеп жатырсыз. Мысалы, сіз табиғи сөйлеуді үйренесіз, яғни бейнежазбаны көре отырып, сіз сөйлеу дыбыстарын, актерлар қандай интонациямен сөйлеп жатқанын, логикалық үзілістер мен екпіндерді тыңдайсыз. Бұл ақпарат сіздің басыңызға сіңеді және сіз біртіндеп ана тілінде сөйлеушілердің сөйлеуін байсаналық түрде көшіре бастайсыз. Кейбір сөз тіркестерін қолданасыз. Сіз тыңдаудың, түсінудің дағдыларын дамытасыз. Мысалы, ағылшын тілінде бейне көру ағылшын тілінде тыңдауды жақсартудың ең жақсы әдістерінің бірі болып табылады. Егер бейнеде кейіпкерлердің айтқандарын түсіну қиын болса, сіз субтитрлерді қолдана аласыз. Ағылшын тілін үйрену техникасы. Мысалы, күрделілікке сәйкес бейнені таңдаңыз, сіз білетін фильмді қараңыз, субтитрлерді қосыңыз, білмейтін сөздерді жазып үйреніңіз, видеоны қайта қараңыз, ана тілінде сөйлейтіндерге еліктеңіз, сіздің қызығушылықтарыңызға назар аударыңыз, арнайы сөздік қоры жоқ бейнелерді таңдаңыз. Яғни, субтитрлерді қосқан кезде адамға бейтаныс сөйлеудің дыбысына үйрену қиынға соғады, тіпті таныс сөздерді естімейді. Содан кейін субтитрлерді қолданған жөн. Субтитрлері бар бейнелерді ана тілінде емес, аударылған тілде қарау әлдеқайда тиімді. Видеоны қайта қараңыз. Егер сіз фильмде немесе телешоуда көптеген жаңа сөздерді кездестірсеңіз және оларды жақсы есте сақтағыңыз келсе, осы техниканы қолданыңыз. Қарап болған соң жаңа лексиканы үйренуге тырысыңыз. Содан кейін 3-7 күн өтіп бейнені қараңыз. Дегенмен сөздік пен субтитрді пайдаланбаңыз. Бұл әдіс сізге сөздік қорын кеңейтіп болмай, субтитрсіз бейнелерді көре алмасаңыз, тыңдауды жақсартуға көмектеседі. Ағылшын тілін үйренуге арналған британдық сериалдар: Black Mirror, The Innocents, 30 Reasons Why, BoJack Horseman, Defenders, Dear White People, Master of None, Mindhunter. Осы фильмдерді қай жақсы интернет ресурстарда көруге болады? Мысалға айтатын болсақ, English Central, Aurora TV, Puzzle English, Netflix, English Fox.ru, Show English.com. Осы бойынша қорытындыға келсек, жоба бойынша жүргізілген жұмыстың нәтижесінде ағылшын тіліндегі фильмдер мен телехикаяларды көмегіне шет тілін үйрену бойынша материалдар жинақталып, жүйеленді. Әртүрлі ақпарат көздері зерттелді. Мысалы, газеттер, кітаптар, интернет. Ғылыми жобаны зерттеу барысында 7 фактор қарастырылды және фильмдермен ағылшын тілін үйренудің 9 әдісі ұсынылды. Мектептің 21 оқушысынан сауалнама алынды және сауалнама негізінде фильмді көру арқылы шет тілін үйренудің өзектілігі мен тиімділігі туралы қорытынды жасалды. Біз шет тілін үйренудің көңілді әрі оңай болатынын анықтадық. Біз фильмдер мен телехикаяларды көру арқылы тілді үйрену әдісін қарастырдық. Оның арқасында оқушылар сөздерді есте сақтау үшін көп күш жұмсамайды. Балалық шақта шет тілін үйрену әлдеқайда тиімді болатынын бәріміз білеміз. Себебі ақпарат тезірек қабылданады. Сіз балаларға мультфильмдер, бейнелер мен әндерді осы тілде ұсына отырып, ағылшын тілінде сөйлеуге үйрете аласыз. Осылайша бала шет тілінің атмосферасына енеді. Осылайша біз фильмдер мен телешоуларды көру арқылы ағылшын тілін үйренудің тиімді екендігі туралы қорытындыға келдік. Қойып тыңдағандарыңызға рахмет.